Adam өзі намаз оқып жүріп бір арыс жұмыстарды істеп жүрген болса, қайсы адам өзі намаз оқып жүріп харам жұмыстарды істеп жүрген болса, біліп қойсын оның намазында кемшілік бар. Намазды тұрғызу немен болады десе, намазды тұрғызу ол намаздың шарттары бар, намаздың парыздары бар, намаздың яғни сыртқы парызы, ішкі парыздар бар. Ішкі парыздарды рүкіндер дейді, сыртқы парыздарды шарттар дейді. Уажиптары бар, мұстахаб, сүннеттер бар, мұстахабтары бар, әдептері бар. Мәкрухтері бар, мүсидеттері бар. Осылардың бәрін өз орнына қою, мәкрухтен сақтанып, бұзатын амалдардан сақтанып, намаздың әдептері, мүстахабтары, сүннеттері, уажиптері, фарыздері, рүкіндері, шарттары фарыз болғанда, бәрін өз орнына қойып оқуды намазды, бұл сырттай тұрғыза алмауымыз. Намазды іштей тұрғызу немен болады десе, намазды іштей тұрғызу, намазда тұрған кезде хазір қалып, жүрегіміз әзір болып тұру керек. Намазда тұрған кезімізде